Бұл күнде біздің, мен записті қосайын, бұл күнде біздің талқылайтын тақырыбымыз жалпы үшінші күнге жеттік. Біз бүгін 2018 жылғы халықаралық зерттеулердің ашық тапсырмаларын көретін боламыз. Және оқу сауаттылығына байланысты бірнеше мәселелер талқылайтын боламыз. Енді бүгінгі тапсырмаларымызды бастамас бұрын, бүгінгі вебинарымызды бастамас бұрын, кешегі күнге шолу жасасақ, әріптестер. Кеше бізде тапсырма болды, бірақ топқа бөлініп болам дегенше уақытымыз аяқталып қалды. Сол үшін оны өздеріңіз ары қарай бірге WhatsApp желісінде талқылап, осыны ұсынуларыңыз керек болған. Қазір біз бірінші топтан бассайық, бірінші топтағылар. Дайынбыз ба? Бірінші топ. Кешегі 2-де 3-ші ресурстан бастап талқылаймыз. Микрофоныңызды қосып сөйлей берсеңіз болады. Бірінші топтағылар. Саламатсыз ба, Анарбай, саламатсыз ба, әріптестер? Саламатсыз. Маған демонстрация беріп жібересіз ба? Я берейін. Сізді мен қазір организатор қыламын да, сосын сіз экраныңызды демонстрация жасай бересіз. Не істеймін айтып тұрмасаңыз, мен жақсы көрген емеспін. Демонстрация экранын деген басайын ба? Я, демонстрация экрананы басасыз, сөйтіп сіздің материалдарыңыз, свернуть етіп қойған материалыңыздың бәрі алдыңыздан шығып тұрады. Сол жерден қажетті файлды басасыз да, совместное использование дейсіз. Файлдарым көрінбей жатыр, апай? Демонстрация дедіңіз ба? Бастым. Бірақ сол файлдарым шықпай жатыр да, жазып шығарып қойған. Алдыңызда не шығып тұр? Қазір OneDrive, Google Drive, Vox деген нәрселер шығып тұр. Экран деген шығып тұр ма? Экран жоқ. Доска сообщений деген ешқай шығып тұрған жоқ па? Жоқ, жоқ. Онда бейтіңіз. Экраныңызды, зумды свернуть етіңіз да, сөйтіп өзіңіздің жаңағы қажетті файлыңызды ашып алыңыз. Ашып алдым. Енді бар демонстрация экрана деңіз, сонда демонстрация экранын бассаңыз жаңа файлыңыз ашылады. Сосын үстіне бір рет басып, совместное использование басасыз. Уақыттарыңыз алдында басқа бір істей берсе болмай ма? Қазір көре берейін. Демонстрация экранын басыңыз, сосын экраныңызға шығады. Істеп көріңіз қазір. Сонда экраныңызға шығады, сіз экраныңызды, керекті файлыңызды бір рет басып, совместное использование басасыз. Шықпай жатыр ма әлі сізде? Сіз не, вообще ашылмай қалды, Zoom-де қана сен сөйлеп тұрсыз да, свернутемден қайтарсам шықпай қалды. Жарайды, онда екінші топ тыңдайық, Сіз қазір үйреніп алыңыз, осы бір топ сөйлеп біткенше. Біз екінші топты тыңдаймыз. Екінші топ бізде 4-ші модуль бойынша, 4-ші ресурс бойынша сөйлейтін едік. Айбек, сіз сөйлейсіз ба? Микрофонды қосып, видеоларыңызды қосып сөйлей берсеңіздер болады. Қай топқа келіп тұрмыз? Екінші топ. Ақтолқын, шықты ғой сіздің экраныңыз.
Ақтолқын, звукты қосып сөйлей беріңіз. Бұл шықты ғой, Иә, шықты. Саламатсыздар ма әріптестер, бізге 2-де 3 деген ресурс берген бірінші топқа. Бұл жерде ресурстың тақырыбы креативті ойлау. Енді осы жерден біз түйіндей келе мынандай нәрсені түйдік. Креативті ойлау не үшін қажет деген алдымен сұрақ туындады. Сол сұраққа креативті ойлау дағдысы адамдарға қоршаған ортадағы жағдайды өзгертуде, табысты нәтижелерге қол жеткізуге, әртүрлі қауіп-қатерлерге орай тиімді және салауатты әрекет етуге көмектеседі. Көріп тұрсыздар ма әріптестер? Креативті ойлау дегеніміз жай ғана. Мысалы, бізге бұл креативті ойлау дәл қазір керек сияқты. Қазір мысалы, карантин басталған ортадағы жағдайға өзгеруіміз керек та, біріншіден. Екіншіден, қауіп-қатерлерге орай тиімді, салауатты және дұрыс тиімді әрекет жасауымыз керек. Мысалы, креативті ойлауды дәл қазір өзімізден бастасақ, мысалы, енді өмірмен байланыстырып жатырмын. Сол үшін де қажет сияқты. Енді мысалы, ерте балаға қалай түсіндіреміз деген ол бөлек әңгіме де енді. Енді бұған қалай қол жеткіземіз деген екінші сұрақ туындайды. Бұл жерде бізге білім, яғни біз осы қайшын жинаған білімімізді дұрыс қолдана білу керек. Және мысалы қазір мемлекеттің өзі бірнеше тәжірибеге сүйеніп жатыр ғой, ана ел үйтіп жатыр, мына ел бүйтіп жатыр деген сияқты. Креативті ойлау үшін адамға білім мен тәжірибеге сүйену арқылы жұмыс жасау керек екен деп түсіндік. Одан кейін оқушыларға енді өмірмен байланыстырып жатырмын, әрі енді оқушыларға бұл креативті ойлау не үшін қажет деген сұрақ туындап жатыр. Оған келешекте елдің әлеуметтік экономикалық дамуының стратегиялық міндеттерін шешу үшін. Бұл енді жалпы бәріміз білетін нәрсе шығар. Енді креативті ойлау көрінісі қалай көрініс табады деген сұраққа жауап бере кетсек, бұл жерден біздің ресурстан түйгеніміз креативті ойлау өзі жалпы адамда екі түрде жүреді екен да. Бірінші ауқымды креативті, екінші күнделікті креативтілік. Ауқымды креативтік бұл мысалы шығармашылық серпілістерде бір ұлы жаңалық ашқан кезде болады екен. Мысалы, ол шедевр деп айтып жатамыз соған. Яғни ол ұлы ғұламаларға көбінесе соларда болады, мысалы ғалымдарда деген сияқты. Екінші күнделікті креативтілік. Бұл не істеген кезде болады? Мысалы, біз ерекше бір сыйлықтар жасаған кезде безендіру арқылы, тіпті күн тәртібін оңтайлы ұйымдастырудың өзі күнделікті креативтілікке жатады. Мысалы, біз қазір енді соған күнделікті креативтілікті орындау арқылы біз ауқымды креативтілікке жете аламыз деген ой айтқым келеді. Сосын, осы креативтілік ойлау бізде пиза арқылы жүріп жатыр ғой. Бұл пизада бәріміз білгендей 15 жастағы оқушыларды алынған. Не үшін 15 жастағы оқушыларды алған деген сұраққа, бұлар шағын креативтілікке ойлануға басым екен бұларды. Яғни 2-3 жастағы ғалымдар зерттеген кезде 2-3 жастағы балада енді бір не болады екен, не креативтілікке дайындық бастамасы болады екен да, ал 15 жастағы балада бұл жаңағы үлкен көптеу мүмкіндік болады екен. Сол үшін пиза зерттеулері осы жастағы балаларды алып отыр деп түсіндім. Енді екінші жағдайы бұл оқушыларды алудағы себебі ойлау процесс ұйымдастырып бұларда жаңа тағы да соған келіп тұр, мықтырақ болады деген ой айтқым келіп отыр. Одан кейін креативтілікке басым сипаттар. Яғни осы креативтілікке жету үшін адамда вербалды жеткізу деген болу керек, көркемдеп жеткізу болу керек, және мысалы қазір ғылыми әлеуметтік жаратылыстану ғылымилық даму керек. Сол кезде бізде креативтілікке жету басымдылығы маңыздырақ, тезірек болады екен. Мен осы кеше бірінші күнгі сабақтан, тапсырмалардың ішінен бір вебинар сабақ көрдім. Шынымен маған қатты әсер етті, видео сабағы екен. Действительно, мен өзіме ойлап жүрген сұрақтардың көбісін сол жерден таба білдім. Сондықтан әріптестеріме сол видеоны қайта-қайта көрулеріңізді сұраймын. Өйткені бұл адамды шынымен креативтілік ойлауға үлкен мүмкіндік береді екен. Көп нәрсеге өзім ойлап жүрген нәрселермен көбіне сұрақ таптым. Сондықтан да барлық әріптестер сол видеоны көрулеріңізді сұраймын. Рахмет. Өте жақсы. Сізге де рахмет. 2-де 3-ші ресурсты өте жақсы жеткіздіңіздер.
Енді Ақтолқын апай, Иә. сізге көп рахмет. Енді екінші топқа кезек берейік. Екінші топтан кім сөйлейді? Микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар, мен сіздерді соорганизаторы жасаймын. Сонымен экрандарыңызды демонстрация жасай аласыздар. Маған доступ беріңізші. Бірақ мен сөйлемеймін. Мен қазір мынаны қоямын, басқа апай сөйлейді. Жарайды. Қазір 1 минут. Ал сізді соорганизатор қылдым. Ақтолқын апай. Ақтолқын апай. Ақтолқын апай сөйлеп болдым деп кетіп қалды деймін. Экраныңыз болды, өшірді. Телефон арқылы кіріп жатқан едім да. Болды. Демонстрация экрана жасай беріңіз. Телефон арқылы бола ма, болмай ма? Негізі телефон арқылы жасай алмайсыз-ау? Болмайды. Телефон арқылы көріп Ауыш. жатыр. Болмайды. Онда басқа біреу істесін. Қазір басқа апайға айтамын, мен шығара салыңыз. Онда үшінші топ тыңдай берейік, е? Әріптестер, белсендірек болайық, уақытымыз санаулы, қазір уақытымыз бітіп қалады, жаңа тақырыпты түсінбей қаласыздар. Үшінші Белсендірек топта, болар. үшінші топта бізде 2 мұғалім болатын. Мен түсіндірейін, енді өзім түсінгенім бойынша. 2-де 5-ші ресурс креативті ойлауды бағалау моделі дейді. Жалпы оқу процесінде креативті ойлауды ынталандыру және көрсету дейді. Бұл ынталандыру дегеніміз, яғни оқушыға... Гүлмира апай. Мен слайд ештеңе көрсетпеймін, мен телефонмен кіріп отырмын да. Қазір 1 минут. Онда сіз сөйлей беріңіз, мен осы 2-де 5-ші ресурсты ашып қояйын. Жарайды. 1 минут. Жалпы ынталандыру үшін пәндік білім беру керек деп ойлаймын оқушыға, яғни бұл жерде. Одан кейін мақсатқа талпыну және өз күшіне сенімділік дейді. Яғни оқушыға мақсатқа жету үшін талпынуды үйрету керек және өз-өзіне сенімділікті үйрету керек деп ойлаймын. Одан кейін ынтымақтастық дейді, яғни бір жұмыс барысында топпен жұмыс жасаған кезде ынтымақтастықта болуға үйрету керек. Ашықтық дегеніміз, яғни өз ойын еркін түрде, яғни жеткізе білу керек оқушы. Одан кейін бізде сыртқа стимуляторлар дейді. Сыртқы стимулятор дегеніміз, бұл мысалға оқушыға мектепте және сыныптағы ахуалды жарату, яғни жақсы жағдай жасау керек. Одан кейін жетістік және прогресс дейді. Яғни жетістік және прогресс дегеніміз, оқушы креативті ойлау барысында өзінің шығармашылығын көрсету керек. Одан кейін жаңа білім алу арқылы көрсете алады. Одан кейін проблемаларды шешу барысында креативті ойлауын көрсете алады. Одан кейін бізде креативті ойлауды бағалау моделінде 2 компоненттен тұрады. Біреуі тақырыптық, біреуі екіншісі құзыреттілік компоненті дейді. Тақырыптық компоненттің өзі 2 салаға бөлінеді, яғни өзінің креативтілігін таныту дейді. Өзінің креативтілігін таныту дегеніміз, оқушы жазбаша немесе ауызша түрде таныта алады. Мысалы, бір ойын білдірген кезде. Одан кейін бейнелеу және символдық түрде дейді. Бейнелеу, мысалға, менің ойымша, мысалға бұрын, қазірде бар ғой енді, суретшілер бар, әртүрлі бір суреттерді салған, сол арқылы өзінің креативтілігін көрсете алады. Немесе, мысалы, қазіргі кезде көшеде бір қабырғаларға бейіп сыртқа нелерге әртүрлі суреттер салады ғой, сол да бір креативті деп ойлап, негізі ойлаймын, сол арқылы көрсетуге болады адам. Одан кейін проблемаларды шешу арқылы өзінің креативтілігін көрсете алады. Жалпы осылардың барлығы бізде жаңа креативті ойлауды бағалау моделіне кіреді деп ойлаймын. Осы, рахмет.
Жақсы, рахмет. Анар, рұқсат бересіз ба? Мен сөйлесем, Күлайхан ханым телефоны. Жақсы. Әріптестер, қазір мына тақырыптық компонент деген сіздер көріп отырсыздар ғой? Иә? Иә. Көріп отырсыздар ғой? Енді аша қойыңызшы, Анар. Жақсы, қараңызшы. Осы жердегі әріптестер мынандай талқылау жүргізген кезде біз бәріміз әріп танитұғын сауатты кісілерміз. Бізге оқып берудің керек жоқ. Сіздердің интерпретацияларыңыз керек бізге. Сіздер не түсіндіңіздер? Енді қараңыздаршы, 2021 зерттеуінде, PISA зерттеуінде негізгі екі мәселе болады екен, ол бірінші не екен? Бірінші, бала не істеу керек екен? Өзінің креативтілігін таныту керек екен. Енді екіншісі, жаңа білімді меңгерді ме? Және осы проблемаларды шешуде осы алған білімін креативтілікпенен қолданып отыр ма деген екі мәселені 2021 жылы PISA-да осы нәрсе енеді. Сіздердің балаларыңыз PISA тапсырмаларын орындайды, сол кезде осындай екі маңызды нәрсеге көңіл бөлу керек сіздер. Оны енді мына біріншіде дейді, креативтілігін қалай көреді? Жазбаша немесе ауызша түрде көреді олар. Жаңағы тапсырған тесттеріндегі тапсырмалар осылай келеді. Екінші, өзінің креативтілігін бейнелеу және символдық түрде көрсетеді. Ал енді мынау жаңа білімді меңгеру және игеру бойынша бұл жаратылыстану бағытында математикалық проблемаларды шешуін тексереді PISA, және әлеуметтік және тұлғааралық проблемаларды шешуін тексереді. Міне, осындай деп сіздерге алдын ала бізге қазір экономикалық және ынтымақтастық даму ұйымы сіздерге хабарлап жатыр. Сіздер 21 жылғы PISA-ға балаларды осылай даярлаңыздар деп жатыр сіздерге. Бұл жерде біздің талқылайтын нәрсеміз мынандай болу керек. Балалардың креативтілігін қалай арттырамыз? Өзіміздің сабағымызда. Сіздер оны қосымша шақыра алмайсыздар, үйіне барып үйрете алмайсыздар. Бір ғана нәрсе бар бізде. Біз оны өзіміздің қысқа мерзімді жоспарымызда, күнделікті сабағымызға осы PISA тапсырмаларын біртіндеп ендіре отырып, біз балаларды 21 жылғы PISA-ға даярлау керекпіз. Егер біз мына және осы курстың мақсаты сіздер осы нәрсені түсініп, басқа мұғалімдерге осыны түсіндіру керексіздер. Сіздер мынаның ішіндегі әрбір ресурсқа ертең бізді PISA-ға балаларды қалай дайындайтындықтарыңызды жазып қойған. Сіздер осы тұрғыдан талқылаңыз. Жалғастыра беріңіздер, рахмет. Уақыт кетіп бара жатыр. Күлайхан апай, сізге көп рахмет. Келесі топ бізде, екінші топ маған материалдарын жіберіп отыр. Мен қазір сол материалды шығарамын. Демонстрация жасаймын. Жадыр апай сөйлейді дейді. Жадыр апай, дайынсыз ба? Қазір 1 минут. Салтанат апай сөйлесеңізші. Салтанат апай. Салтанат апай. Иә, саламатсыздар. Қазір шығарамын. 1 минут. Қосар едім. Салтанат сөйлей берсін. Анар дайын ғой, Салтанат бастаңыз. Уақыт кетіп бара жатыр. Бізде терминдердің анықтамасын беруіміз керек, алдыңғы ресурстарға қарай отырып. Енді сыни тұрғысынан ойлау және креативті ойлау. Сыни ойлау неге сену керектігімен нені жасау керектігін шешуге бағытталған саналы түрдегі рефлексивті ойлау. Енді
жалпы осылай айтсақ болады. Сыни ойлау, ойланған кезде қалай ойланатындығыңыз туралы ойлау өнері, мақсатты және терең пайымдау өнері, жансақ нанымдарды анықтау және олардың алдын алу өнері деп бізде қазіргі осы ресурстардың ішінде айтылып отыр жалпы анықтамасы. Креативті ойлау, жалпы айтатын болсақ, ойлау қабілетіне пәнді білу, білімге құмарлық, өз күшіне сенімділік, мақсатқа, нәтижеге жетуді көздеу, мақсатқа жетуге ынталандыратын күш сияқты ішкі факторлар. Сонымен қатар сыртқы факторлар да бар, оған әсер ететін. Енді жалпы философиялық түсіндірме сөздікте шығармашылық бұл, яғни қайталанбайтын тарихи қоғамдық мәні бар, жоғарғы сападағы жаңалық ашатын іс-әрекет деген анықтама беріледі бұл креативті ойлауға. Енді жалпы креативті ойлау дегенімізді біз қазір өзімізше, бұл қазіргі жаңа термин сөз болып саналғанмен, бұл бізде бұрыннан бар нәрсе, шығармашылық болмыс деген сөз ғой, бұлай қазақша айтқан кезде. Яғни креативті деген жаңа тұрпатты атауға ие болғанмен, оның шығармашылық болмыс түрінде төл табиғаты өзгеріссіз қала береді. Креативтіліктің ең айтулы қырларының бірі, яғни ол мақсаттылық, яғни алға бір мақсат қою керек, яғни белгілі бір деңгейде сол неге жету үшін қадам-қадаммен сол әрекеттерді жасау керек. Көзделген мақсаттың қойылуы және оған жетудің жолдарына жан-жақтылықпен мән беру керек бізді. Енді креативтілік дәстүрлі бұл ойлау жүйесінен, яғни оқшау, әдеттегіден өзгеше бір идеялар арқылы қойылған мақсатқа жету жолы. Енді мысалдарына айтып кетейін, мен тез-тез уақыт деген соң. Мысалға, енді бұл жалпы мысалдар математикалық тұрғыда емес, сыни тұрғыдан ойлау сұрақтар, бұл сұрақтар мысалға 5 әріптен тұратын, Австралияны мекендейтін, жұмыртқа тумайтын, аты көпке мәлім құс. Яғни бұл жерде бала оны анау деп айта салмайды, жан-жақты, яғни бұның ішінде пән аралық байланыста тұр, жаңағы немен байланысты, географиямен байланысты, қазақ тілімен, жаңа биологиямен байланысты жан-жақты баланың білімі бұл жерде көрсетіледі, білінеді. Мысалға, креативті мысалға алатын болсақ, бір ситуационный жаңағы сұрақ беру арқылы, мысалға Алматы қаласында орналасқан мына компания қызметкерлеріне өндіріліп жатқан өнімді жетілдіру тапсырылды. Мысалы, бір топқа бөлетін болсақ, оқушыларды, оларға сағат, қалам, бисер, арба көрсетіліп, тапсырма берілді. Оны жетілдірудің түбегейлі мүмкін тәсілдерін ұсыну керек та, топ соны жан-жақты қарастырады, сол жердегі айтылған шешімдер ұсынылады. Жақсы, мен осы тапсырмаларды айтып шықтым. Жақсы, рахмет, Салтанат апай. Келесі 4-ші топты тыңдайық. Апай, мен демонстрация етіңізші. Сәлеметсіздер ма? Демонстрация жасайсыз ба? Аха, мына қазір. Организатор қылдым сізді. Көрініп тұр ма? Иә, ашылып жатыр. Алло, көрініп тұр ма? Өте жақсы көрініп тұр, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біз 4-ші топпен ақылдаса келе, яғни креатив деген сөздің өзін креативті, яғни басқаша бір ойлап көруге тырыстық. Креатив дегеніміз бұл не? Ол адамға, яғни жеке тұлғаға берілген проблеманы шешу болып табылады. Жеке тұлға әр проблеманы шешкен сайын, ол болашағына мүмкіндік алады деген сөз. Осы жерде мен сіздерге өзгеше бір ақпарат айтқым келіп отыр. Мына жерде қарасаңыздар, бұл адамның миы. Адамның миы барлығымыз білетіндей 2 бөліктен тұрады, яғни оң жақ бөлік және сол жақ бөлік. Осы жерде креатив адамның оң жақ бөлігінде қалыптасады екен. Оң жақ бөлік жұмыс жасаса, адамның креативі қатты дамиды екен. Ол негізінде балаларда 15 жаста өте қатты дамыған. Үлкен жастағы қарағанда 15 жаста балаларда және 15-18 аралықта балаларда ол жақсы қалыптасады екен. Ал адамның сол жақ миы, ол
креативтің төмендеген сайы. Мысалы қарайықшы, көпшілік үлкен жастағы адамдарда креатив төмен болады. Оларда шаршаңқы көп. Яғни олардың сол жақ миы көп жұмыс істейтіні бәрімізге анық белгілі. Адамның креативі, мысалы қараймыз, бұрынғы балаларға қарағанда қазіргі балалардың креативі өте қатты, тез дамыған. Себебі қазір заман талабына байланысты олар барлығымыз білетіндей әлеуметтік желіде немесе түрлі фантастикалық мультфильмдерді, тағы да басқа да фантастикалық бейне роликтерді көп көреді. Ал бұл фантастикалық бейне роликтер адамның, яғни баланың креатив дамуына үлкен әсер тигізетіні белгілі болды. Презентациямен де мына бір суретке қарасақ, креативтің дамуы. Біз барлығымыз білеміз, бұдан 10 жыл алдын дейікші, 10 жыл алдын бізде компьютер қандай еді? Оның мониторы бөлек, мишка бөлек және клавиатура бөлек еді. Ал креативтің дамуына байланысты қазіргі бізде барлығымыз қолданып жүрген ноутбук, оның колонкасы да өзінде, мишкасы да, тағы да сол сияқты барлық құрылғы өзінде. Бұл креативтің дамуының ең басты ерекшелігіне мысал болады. Тағы да басқа мысалдар келтіруге бола ма? Мысалы, мен өзім айтатыным, қарапайым терминал, немесе қолымыздағы барлығымызда істетіп жүрген телефонымыз. Ол заманның креативінің дамуына бізде анық мысал болып жүрген нәрселер болып табылады. Мысалы, мына суретке қарайықшы. Бұл қарапайым орындық. Оны біз тек отыруға пайдаланамыз, дұрыс па? Апайлар, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Қарапайым тек отыруға пайдаланамыз. Ал біз оны барлығымыз креативті ойластырып көрейікші. Мен орындықты тек қана отыруға емес, оның үстіне бір зат қоюға да пайдаланатынем, киім асуға пайдаланам, немесе қарапайым киімге үтік басуға да пайдалануға болады. Тағы да сол сияқты біз қарапайым әрбір затты креативті ойласақ, оған деген біздің қызығушылығымыз және оны біз барынша көп пайдалануға қолданатынымыз біздің креативімізді мол дамытатынына септігін тигізеді екен. Енді бізде осы жерде ең басты сұрақ пайда болады. Барлығымыз әрине мұғалім болғаннан кейін біз креативті балаларға қалай үйретеміз және оларда қалай дамытамыз деген. Ғалымдардың айтуы бойынша 96%-ға креативтің дамуына екі қолмен бірге жұмыс жасау септігін тигізеді екен. Себебі екі қол бірге жұмыс жасаса, жаңа айтып өттім ғой, екі ми бөліктері бірге әрекет жұмыс жасайды екен. Міне сол әрекет бір-бірімен бірге қосылып, жаңағы біздің креативіміздің дамуына үлкен ықпал жасайды екен. Біз сабақ барысында түрлі мысалдар, осындай мысалдар келтіріп, немесе баланы екі қолмен жаттығу жасауға, тағы да сол сияқты көптеген мысалдар келтірсек, біз баланың креатив дамуына үлкен әсер тигіземіз деген ойдамын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Өте жақсы. Мына 4-ші топтың өте жақсы жұмыс жасағаны көрініп тұр. Сіздерге көп рахмет. Құнды мәліметтер айттыңыздар, материалдар көрсеттіңіздер. Рахмет көп. Енді 5-ші топты тыңдайық. Бізде уақыт аз қалды, әріптестер. Егер қазір өшіп қалып жатса, мен келесі вебинарға ссылка беремін, сол жерде ары қарай жалғастырамыз. Енді 5-ші топты тыңдайық. Бесінші топтан қай әріптесіміз сөйлейді екен? Мен сорганизатор қылайын ол кісіні. Әріптестер, 5-ші топ. Жақсы, жалғастыра беріңіз, ол кісілер дайын болса айтады. Анар. Жақсы онда. Онда біз бүгінгі 3-ші күнімізді, сабағымызды бастайық. Біз бүгін сіздермен оқу сауаттылығы туралы
әңгімелесетін боламыз. Жалпы оқу сауаттылығы біздің қазір осы 2021 жылғы пиза зерттеулерінде бізде бірінші математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, жаратылыстану ғылыми сауаттылық және креативті сауаттылықты қосып тұр. Енді осы оқу сауаттылығы біздің математикамызға қаншалықты маңызды деп ойлайсыздар? Бір-екі әріптес жауап берсе екен. Осы біздің математикамызға оқу сауаттылығының қаншалықты қатысы бар? Жалпы қазақ тілі мен математиканы кіріктіріп, былайша айтқанда, сабақ өтуге бола ма? Қалай ойлайсыздар? Микрофондарыңызды қосып сөйлесеңіздер болады. Оқу сауаттылығы біздің математика сабағымызға қаншалықты қатысы бар оқу сауаттылығының? Мен Экраныңыз қосашы, Анар. мен айтсам бола ма? Айта беріңіз. Мысалға ше, мына қазір 11 сыныптарда ұбт-ға дайындалған кезде математикалық сауаттылықта текстпен берілетін есептер болады ғой. Сол кезде мысалға кейбір жаңа есептердің шарттарын түсінбей жатады оқушылар. Сол кезде мүмкін оқу сауаттылығының маңызы бар шығар, сол оқығанның сол жерде пайдасы тиетін шығар деп ойлаймын енді. Тағы әріптесіміз тыңдайық. Сонымен қатар мысалға қазір қазақ тілі әдебиет сабақтарында оқылым, тыңдалым деп жатыр, айтылым деп жатыр. Солар жақсы меңгермеген бала математиканы да түсінуі қиын да. Себебі оны біз есеп шығару барысында есептің шартын оларға өзің түсіндіріп бермесең, көп балалар түсінбейді. Жазбаша түрде келсе, оны цифрға ауыстыруға, немесе цифр түріндегін жазбаша ауыстыруға ауызша айтсам, мысалы, екі санның қосындысы деген нәрсені олар қиналады да. Осы оқу сауаттылығының осы жерде жетімсіздігі ма деп ойлаймын да мен. Дұрыс айтасыз. Біздің балдарымыз қазір білеміз ғой, біз математикалық сауаттылық тесттерде көп мәтіндер беріледі, математикалық сауаттылыққа байланысты. Сол мәтінін түсіну үшін бізге оқу сауаттылығы өте маңызды. Біз балдарға тек қана формуланы жаттауды емес, біз оларға бір мәтінді түсініп оқуға, бірінші кезекте мәтінді түсініп оқуға, мәтінді түсініп мағынасына жетуге үйретуіміз керек. Өйткені бұл математикалық сауаттылыққа осы жолы көп көңіл бөлгенмен 2021-де, бірақ оның ішіндегі текстің көбісі, яғни көп материал ол бәрібір оқу сауаттылығынан шығады. Яғни міндетті жалпы алған білімді оқушылар толыққанды жұмыс жасау үшін қажетті біліммен біз дағдыларды үйрете білуіміз керек. Енді біз айтқанбыз, осы зерттеудің пиза зерттеуінің нәтижесінде біз 2018 жылғы нәтижеге қарағанда бізде оқу сауаттылығын назар аударған және оқығанды түсіну және алған білімін қолдана білуге, тапсырмаларды талдай білу дағдысына, сын тұрғысынан ойлау дағдысына, өз түсінігімен шешімін ұсына білу дағдысына 2018 жылы осындай дағдылар бағаланған екен. Енді 2018 жылғы тестілеуде оқушыларға біз кеше айттық, таныс емес, нақты жағдайлар ұсынылады, яғни ғылыми терминдер көп оның ішінде. Және көлемі, тапсырманың көлемі өте ауқымды. Ғылыми көпшілік мәтіндер берілген. Сосын тапсырмалар тақырыптарға бөлініп берілген. Оны біз қазір келесі вебинарда бір ашық тапсырманы көретін боламыз. Сол жерде сіздер өздеріңіз де көресіздер. Бір тапсырманы олар 7 тапсырмақ берген. Яғни тапсырма бөлікке бөлініп беріледі деген. Ол жерде көптеген тапсырмалар бір нақты деректерді келтіреді, сонымен кесте түрінде, сызба түрінде, диаграмма түрінде берілуі мүмкін. Және тапсырмалардың осы 2018 жылғы тапсырмаларды зерделеген кезде оның ішінде 30% тапсырма қоршаған ортаның, яғни экологияның проблемасына негізделген екен. Енді қараңыздар, сандық формат дейді. Міне компьютерден осылай шығып тұрады тапсырма. Сөйтіп ақпараттық сұраққа жауап беру үшін қажет дейді. Мына жерге олар бірінші мәтінді көрсетіп қояды, сөйтеді да мына жаққа сұрақты береді.
әр сұрақты қойған сайын мәтін қасында міндетті түрде тұрады. Өйткені ол алдына жылжып мәтінді оқи алмайды. Сол үшін бірінші сұрағы, одан кейін мәтін. Келесі тапсырмада да басқа сұрақ тұруы мүмкін, бірақ сол мәтінді қайтадан қояды. Өйткені бала артқа қарай жылжи алмайды. Келесі әртүрлі дерек көздерден алынады дедік. Міне осы жерде көрсетіп қойған. Мысалға, деректер ол ғаламтордағы ғылыми дәлелденген, зерттелген тапсырмалар болады.